Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бірге Қазаққа керек арнасы. Бүгін біз Қытай елінде Ухан қаласында өршіп жатқан коронавирус жайлы тағы да айта кетпекпіз. Ухан облыс басшысы Ван Шаудың Қытай үкімет басшысы Ли Кечаң белгілеген ақпанның 2-сіне дейінгі жаңажылдық демалысты ақпанның 13-не дейін шегеруді сұрады. Бұған басты себеп Ухан қаласында өршіп тұрған коронавирус. Ухан облыс басшысы 3 аптаға қаланы жабу туралы шешім қабылдады. Оған басты себеп коронавирустың жұққанын 2 апта ішінде ғана анықталатыны. Ал 3-ші аптада қалада қанша адамға вирус жұққанын анықтауға болатынын, вирус жұқтырғандарды оқшаулап, індетті кеңінен таралуына тосқауыл қоюға болады деп мәлімдеді. Бірақ қызуы көтерілмей, жөтелмейде бұл вирусты жұқтырғандар анықталған және басқа да адамдарға жұқтырғаны белгілі болды. Уханда коронавирусты қанша адам жұқтырған болуы мүмкін және қанша адам қаза тапқан болуы мүмкін. Қазіргі таңда Қытай үкіметінің мәліметі бойынша ақпанның 5-не дейін 15 мыңнан астам адам жұқтырған, ал ғалымдардың жорамалы Қытай билігінің мәлімдемесіне мүлдем сәйкес келмейді. Ғалымдардың айтуы бойынша Ухан қаласындағы 11 миллион халықтың вирустан тыс қайтыс болғандар шамамен 1000-нан 7 адам. Сонда 11 миллион халықтан бір жылда өз ажалымен 70 мың адам қаза табады деген сөз. Бір жылда 365 күн. Демек, бір күнде шамамен 190-200 адам коронавирустың себебінсіз қаза табады деген сөз. Уханда 7 мәйітхана бар. Бұл 7 мәйітханаға бір күнде 200 мүрдені өртеуге 4 сағат жеткілікті болған. Бірақ қазіргі таңда вирустың себебінен 24 сағат үзіліссіз жұмыс жасап тұр. Демек, өлім-жітім саны кем дегенде 4-6 есеге дейін өскен. Қазіргі күн сайын жалпы қаза тапқандар саны 800-ден 1000-ға дейін жетуі мүмкін. Ал коронавирустың себебінен қаза тапқандар 600-ден 800 адам болуы мүмкін деп жорамалдайды. Ухан қаласында бір отбасында 4 адамға вирус жұққаны анықталды. Ауруханада орын болмағаны себепті әйелі мен қарындасын ауруханаға жатқызған. Ал анасы мен өзі ауруханада орын болмаған себепті үйде оқшауланып ем алған. Ақпан айының 29-шы күні таңғы сағат 9-да анасы коронавирустың кесірінен қаза тапқан. Сол күні кешкі сағат 17:00-ге дейін жедел жәрдем көлігі мәйітті алып кетуге келмеген. Оған басты себеп мәйіт таситын көліктің жетіспеушілігі. Бұл Қытай азаматы вирусты жұқтырғанын ақпан айының 23-ші күні анықталған. Алайда бүгінгі күнге дейін ауруханадан әлі орын кезегін ала алмаған. Осы жағдайлардың барлығын ескере отырып, Қытайдағы бұл індеттің қандай деңгейде өршіп жатқанын аңғаруға болады. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді көршілес Қытай еліндегі вирустан сақтануларыңызды сұраймыз. Сіздермен бірге болған Қазаққа керек арнасы. Арнаға жазыламыз, лайк басамыз.